Қоян үйі атты ертегіні оқимыз. Ертеде орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйі мұздан тұрғызылған, ал қоянның үйі ағаштан жасалған болыпты. Бір кезде түлкі қоянды мазақтай бастайды. Менің үйім жарық, сенің үйің қараңғы. Менікі жарық, сенікі қараңғы. Көктем келді, түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі қоянға келіп сұранады. Қоян, мен үйіне кіргізші. Сұранды, қайта сұранды, қоянды көндірді. Қоян оның өзін жанына пештің үстіне шығарады. Бір-екі күн өтті, түлкі қоянды үйінен қуып шығара бастады. Қисық, үйден кет, мен сенімен тұрғым келмейді, дейді түлкі. Сөйтіп, қоянды үйінен қуып шықты. Қоян отырып жылады, қайғырды. Аяғымен жазын сүртіп отыр. Осы мезгілде жанынан иттер жүгіріп өтіп бара жатқан. Аф, 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 қоян, неге жылап отырсың? Қалай жыламайын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі үйіме сұранып кірді де, артынан мені қуып шықты. Қоян, жылама, біз оны қуып шығамыз, деді иттер. Жоқ, қуып шыға алмайсыңдар. Жоқ, қуып шығамыз. Үйге жақындап келді. Аф, 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 түлкі, үйден кет. Түлкі пештің үстінен. Қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүн-жүндеріңді жұламын, көшелеріңді бойлатып шашамын, деді түлкі. Иттер қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Жанынан қасқыр өтіп барады. Қояным, неге жылап отырсың? Сұр қасқыр, қалай жыламаймын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі үйіме сұранып кірді де, артынан мені қуып шықты. Қасқыр қоянға. Жылама, мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер қуып шықпақ болды. Қуа алмады, сен де қуа алмайсың. Қасқыр үйдің жанына барып қатты ұлыды. У-у-у, түлкі, кет, шық. Түлкі пештің үстіне. Қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүн-жүндеріңді жұламын, көшелеріңді бойлатып шашамын, деді түлкі. Қасқыр қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Жанынан кәрі аю өтіп барады. Қояным, неге жылап отырсың? Аюым, қалай жыламаймын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі үйіме сұранып кірді де, артынан мені қуып шықты. Аю қоянға. Жылама, мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сұр қасқыр қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жоқ, қуып шығарамын. Аю үйдің жанына барып ақырды. Түлкі, кет, шық. Түлкі пештің үстінен. Қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүн-жүндеріңді жұламын, көшелеріңді бойлатып шашамын. Аю қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Қораз келе жатыр. Иығында шалғысы бар. Ку-карику, қояным, неге жылап отырсың? Қалай жыламаймын, Петенька. Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі үйіме сұранып кірді де, артынан мені қуып шықты. Қояным, қайғырма, мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сұр қасқыр қуып шықпақ болды, қуа алмады. Аю қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жоқ, қуып шығарамын, деп қораз үйге кетті. Ку-карику, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет. Киініп жатырмын, деп түлкі естіп қорқып кетті. Ку-карику, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет. Түлкі естіп, тонымды киіп жатырмын. Қораз үшінші рет. Ку-карику, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет. Түлкі қорқып кетіп, пештен секіріп түсіп, қаша жөнелді. Ал қоян мен қораз екеуі үйде бірге өмір